Scratch ойын программалау ортасы. Scratch бағдарламасын белгілі бір блоктарға бөлуге болады. Бағдарламаның жоғарғы жақ бөлігінде командалық блок орналасады. Бағдарламаның екінші блогында командалар жинағы жатады. Бағдарламаның үшінші блогында біздің персонаждар қандай күйде екендігін көре аламыз. Және де бағдарламаның төртінші блогы әрі ең көп қолданылатыны жұмыс алаңы болып саналады. Бағдарламаның бесінші блогында командаларды іске қосатын немесе тоқтататын блок деп айтсақ болады. Енді біз өзіміздің алғашқы программамызды жазуға кірісейік. Біз программаны жазу үшін не орындауымыз керек екендігін мұқият қараңыздар. Ең қарапайымын қарастырайық. Ол үшін 10 қадам алға қарай жүруді құруымыз қажет. Алдымен бізге командалық блоктан бақылау командасын орналастыруымыз қажет. Бұл блокта әртүрлі командалар орналасады. Біздің жобамызға қажетті жалаушаға шерткен кезде деген командасын аламыз. Ол командадан кейін орналасқан барлық командалар жалаушаны басқан кезде орындала бастайды. Движение блогынан 10 қадам жүру командасын алып, оны тінтуірмен тасымалдау арқылы жұмыс алаңына қоямыз. Және де бақылау командасының шығыңқы бөлігіне апарып орналастырамыз. Әрекетіміздің нәтижесін көру үшін орындаушы блогындағы жасыл жалаушаны басамыз. Сол кезде біздің персонажымыздың 10 қадам алға жылжығанын көре аламыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты аквариумдағы балықтың немесе балықтардың жүзуін құру болып табылады. Осының алдында программаны пішімдеуге, жөндеуге болады деп айтып кеткен едім. Алдымен 10 қадам жүру командасын пішімдейік. Ол үшін сондай-ақ біз нысандардың түсін де өзгерте аламыз. Балықтарымыз әр түсті болу үшін костюмы терезесінен пішімдеу командасын орындаймыз. Графический редактор терезесінен заливка командасын пайдаланамыз. Және де қажетті түсті таңдаймыз. Сонымен қатар градиентті түсті деп қолдана аламыз. Ол үшін баптаулар жасаймыз. Үстіңгі және төменгі түсті таңдап, градиентті түсті аламыз. Оны балық денесіне құямыз. Сонымен біздің балықтарымыздың көлемі де түсі де әртүрлі. Оны шынайы көріністе береді. Сонымен жобамыз аяқталды. Өздеріңіз басқа да жобалар қарастыруыңызға болады.